Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге телефонмен ақша табуға болатын топ 3 приложение айтатын болам. Ол приложениялар жұмыс істеп келе жатқанына өте ұзақ уақыт болған. Сол себепті де сіздер ол приложенияларда ешқандай қиындықсыз 100% ақшаларыңызды таба аласыздар. Өте көп ақша емес, бірақ 3 приложениядан шынымен де жақсы ақша табуға болады. Тіпті солардың арасында бір приложениеден күніне 5 мың-6 мыңға дейін табуға болады. Қазір мен сіздерге басынан аяқ барлығын көрсетіп жатып боламын. Сол үшін видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Каналға әлі тіркелмеген болсаңыз, сіз каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, ойыңыз болса комментарийға жазып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал енді бірінші приложение ол Aurum деп аталады. Дәл қазір міне қараңыздар. Aurum, сіздер Play Marketке Aurum деп жазасыздар, немесе менің Telegram каналымда ссылкасы болады. Ссылкасы емес, промокод болады. Там ол промокодты жазып, сіздер 50 монета аласыздар. 50 монета деген ол 5 рублей. Ешқандай қиындықсыз аласыздар. Одан кейін қараңыздар, задания деген жерде сіздердің орындап жатқан заданияларыңыз тұрады. Выполнение деп орындап қойған. Одан кейін сізде орындай алмай қалған заданиялар барлығы осы жерде тұрады. Мен де қазір бұл новый аккаунт аштым, себебі ескі аккаунтым екінші телефонда. Қараңыздар, бұл жерде бізге не жазылған? Ең бірінші заданияда 27 монета аламыз. 27 монета деген ол 2-де 7 рублей. Одан кейін 6 рублей, міне ең үлкен задания береді екен, 6 рублей. Ол үшін бірақ біз елімізді VPN қосып Бразилия таңдауымыз керек. VPN-ге кіресіздер, ол қиын емес. Кез келген VPN-ді Play Market'тен тартып аласыздар, сосын Бразилияны таңдайсыздар. Ел деген сол VPN-нің ішінде болады. Сосын келсеңіздер, уже сіз Бразилияның IP адресімен кіріп, приложение орындап ақшаңызды ала аласыз. Ал енді 3 рубль задания жалпы өте көп. Одан кейін қараңыздар, мысалы басасыздар. Бұл жерде не жазылған? Бұл жерде біз заданияны орындауымыз үшін осы приложение скачать етуіміз керек, 30 жазуымыз керек. 30 болғанда 300 символдан тұратын 30 жазуымыз керек. Яғни Google Play-ға 30 жазасыздар. Мысалы, осы заданияны бастайтын болсам, мен қараңыздар. Менде заданияға жарты сағат уақыт берді. Ол үшін не істеуім керек? Мен ол үшін Vulkan деген приложениені тартып алуым керек. Одан кейін сол приложениені запустить етіп 2 минутта ішінде тұру керек. 1,5 минут тұрасыздар, одан кейін приложениені өшірмейсіздер. Одан кейін ертесіне тағы да бір кіресіз, оның ертесіне тағы да бір кіресіз, оның ертесіне тағы да бір кіресіз. Болды, 27 рубль аласыз. Мысалы, бүгін кіресіз, бүгін приложениені тартып аласыз, 1,5 минут тұрасыз. Одан кейін болды, приложениені шығасыз, ертесінде тағы да бір кіресіз, тағы да 1,5 минут тұрасыз, шығасыз, үшінші күн тағы да 1,5 минуттай тұрасыз, шығасыз. Былайша айтқан кезде уақыт вообще жемейді. 5-6-ын сразу скачать етіп тастап, тез кіріп шығасыздар, болды. Жақсы приложение, ақша тапсаңыздар болады. Мен өзім екінші аккаунтта алдыңғы видеолар бар, Aurum жайлы 100 рубль, 200 рубль әртүрлі ақшалар шығарып жүрмін. Ал ақша Kiwi кошелекқа шығады. Міне Kiwi кошелекқа минимальный сумма 150 монета. 150 монета деген ол 15 рублей. Ал екінші приложение бізде Яндекс Толока. Яндекс Толоканың ссылкасы менің Telegram каналымда болады. Приложение өте күшті. Бұл приложениеден шынымен жұмыстың орнына қолдануға да болады, тіпті шыны керек. Смело айта аламын, жұмыстың орнына да қолдануға болады. Менде қазір $0.25 бар екен. Бұл жерде в основном сіздерге заданиялар, үйде орындайтын заданияларға шыны керек аз береді. Міне бұл жерде экзаменнен өту керек. Одан кейін міне аудио фрагменттер, яғни дауыстарды салыстыруымыз керек, $0.2 береді, $0.1 береді. Одан кейін Боков поиск деген $0.1-дан $0.8-ға дейін береді. Там бұл жерде кей заданияларда бірінші экзаменнен өтуіміз керек. Одан кейін тренировка $0.11 береді міне. Региондағы товарлар жайлы анау мынау деген. Ал в основном бұл жерде қалай сіз жақсы ақша табуға болады? Бұл жерде карта суретін басасыз и картамен жақсы ақша таба аласыз. Қараңыздар. Менде қазір Геоданы қосылып тұрған жоқ. Геоданы қосылса, мен Қазақстанға былай-ақ кіріп кете алатын едім. Қазақстан таппай қалдық пока. И Чимкент табу керек. Мен дәл қазір Чимкенттемін. Міне көргендеріңізде Шолаққорған. Негізінде ең дұрысы үстіге шығып Геоданы қоса салған дұрыс. Геоданы қоссаңыздар, сіздерді сразу тауып алады.
Сосын бұл жерде қараңыздар, бұл жерде қандай заданиялар орындайсыздар сіздер. Заданиялар орындаған кезде суретке түсіргеніміз үшін бізге ақша береді, яғни көргендеріңіздей $0.14 береді. Барамыз бір заданияны, міне бір заданияның қалай істейсіздер бұл жерде. Мен осындай заданиялар көп орындағам, шынымен де ақша төлейді. Барасыздар, кафе Диана деген жерге барасыздар и қанша уақыттан қанша уақытқа дейін істейтін просто түсіреміз. Яғни алдындағы табличка болады есіктің алдында. Сол мысалы время работы түсіру керек деп тұр. Яғни уақыт, сол қанша уақыт істейтінін түсіреміз. Азанда қаншада басталады, кешке қаншада жабылады деген сияқты. Жоқ болатын болса, жоқ деп жазасыздар, ақша бірақ төлемейді. Қателеспесем, алдыңғы видеоларым арасында бар, мен кәдімгідей көшеде жүріп задания орындап түсіргендерім. Тоже задания орындап күніне $10, $14 табуға болады. Ол деген примерно 4000, 5000-ға дейін табуға болады. Осындай заданияларды орындап, бірақ ол үшін сіз міндетті түрде көшеде жүруіңіз керек, заданиялар түсіресіз. В основном сондай заданиялар түсіру керек, алдын артын түсіріңіз, болмаса осы қанша уақыт істейтін түсіріңіз деген сияқты заданиялар қиын емес. Ал енді ақша қайда шығады? Мои деньги деген жер кіресіздер, Кивиға ақша шығады. Дәл қазір мен Киви номерін жазып тұр. Минимальная сумма вывода 0.05. Ал менде 0.25 вывод басамыз. Яғни $0.25 қазір бізге код келеді. Код келді. Автомат түрде жаза алмайды екен. Примерно вывод 1,5-2 күн ішінде түседі. Көргендеріңізді кетті. Менде арасында кетпей қалады. Көргендеріңізді кетпей, бір кетеді, бір кетпейді. Сондай әдеті бар енді кішкене. Ал енді соңғы приложение ол мой заработок деп аталады. Мой заработок почти барлық адам біледі менің каналымдағы. Себебі мен осы жерде ең басынан бері осы жерде жұмыс жасап келе жатырмын. Қазір менде бұл жерде де жаңа аккаунт, және де мен өзімнің ескі аккаунтымның реф-ссылкасын жазып 5 рубль бонус алып алдым. Яғни мен телеграм каналымнан тіркелетін болсаңыздар, сіздерге 5 рубль бонус ретінде береді. 5 рубль бергеннен кейін сіздер ары қарай минималканы жинау қиын болмайды. Минимальный сумма қателеспесем 10 рубль. Ол үшін 2 задания орындайсыздар, табасыздар. Міне бұл жерде 12 рубль, 979 рубль, 839 рубль. Алдыңғы видеолар көрсеңіздер, мен осы мой заработокта VPN қосып істеп көрсеткен болатын. VPN, кез келген VPN тартасыздар. Одан кейін VPN-ге кіресіз, country деген бар. VPN-ді country'ді Германия болса Германия қоясыз, Түркия болса Түркия қоясыз. Сәл күтесіз, VPN қосылады. Одан кейін келіп осыларды орындай бересіз. Міне көргендеріңізде бұл үшін VPN страна Германияны таңдауыңыз керек. Яғни сіз VPN қоссаңыз бір заданияға 12 рубль аласыз. Одан кейін 9 рубль, одан кейін 8 рубль. Былайша айтқан кезде сіз 50 рубль примерно 15-20 минутта жасап алуыңызға болады. Cryptology деген биржа жүр даже. Бұл жерге аурумға қарағанда сәл ақшасы көптер, типа реклама алады. Сол үшін бұл жерде өздеріңіз көргендей приложениялардың бәрі кәдімгідей танымал приложениялар. Бұл жерде тоже көргендеріңіздей 6 страница бар. Кете береді. Міне ал VPN қоспай орындаймын десеңіздер, міне тағы да VPN қоспай орындаймын десеңіздер, тоже 2.44, 2.79, бірақ 1.95 көргендеріңізде сәл аздау төлейді, бірақ VPN қоспасаңыздар, оның өзінде көп. Задания өте көп бұл жерде. Тіпті әшейін 100-200 рубльға дейін тауып алуға болады. 17 рубль. Бұл жерде енді бұлар опростар сәл қиындау болады. Былайша айтқанда опрос негізінде қиындау болады деп ойламаймын, просто орындау мүмкін емес негізі. Тест деген опрос емес, бұлар тест деген, тест тоже Германияның VPN қосу керек. Жалпы айтқанда, бұл жерде тек қана приложение тартып ақша таба беріңіздер. Тесттерді істемей ақ қоюға болады, себебі мен YouTube'тан қанша видеолар көрдім, ешкім орындай алмаған. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.